жаңағы умраның адамның жалпы өміріне, ахиретіне беретін пайдасы өте көп та. Одан кейін мен ылғи да айтамын да, осы қалада жалпы мұсылмандардың көп деп бас қосатын жері. Мысалға, бұл қалада өздеріңіз көріп жатсыздар, бір мұсылмандар қайтып жатса үйлеріне, екінші мұсылмандар олардың орнын толтырып қайтып келіп жатыр да. Былайша айтқанда, алма кезек ауысып жатыр ғой адамдар. Теңіздің толқындары сияқты бірін-бірі шайып, бірін-бірі алмастырып жатыр да. Ағылып, төгіліп келіп жатыр да адамдар бұл жерге. Және де бұл сол Ибрахим алейхиссаламның кезінен бастап қияметке дейін тоқтамайтын үрдіс. Ана Кабаны қайта және адамдар айналып тоқтамай жатыр. Былайша айтқанда 24-те 7, 365 күн тоқтаусыз адам келіп жатқан жер бұл Мекке қаласы да. Енді осыны көзіңізбен көріп жүрген болсаңыз, Құранда Алла тағала сол туралы айтады. Ибрахим пайғамбарға: "Ва аззин фин-наси бил-хадж я'тука риджалан ва аля кулли дамирин я'тина мин кулли фаджин амиқ." Ибрахим, оларды сен шақыр қажылыққа дейді. Анау Кағбаны салып қойған, енді шақыр дейді. Я Раббым, Алла, қалай шақырам оларды? Олар мені естімейді ғой дейді. Олардың дейді, жаяулатып және де көліктермен әлемнің түкпір-түкпірінен теңіздің толқыны сияқты осы жерге ағылып, төгіліп, бірі кетсе екіншісі орын толтырып жатқанын көресің қияметке дейін дейді. Сен шақыра бер, мен олардың жүрегіне бұл жерге деген махаббатты өзім салып қоямын деген. Қарап отырсаң, ешкімді жетектеп, ешкімді қинап, ешкім әкеп жатқан жоқ. Барлығы өзінің жүрек қалауымен, көңіл қалауымен, махаббатымен келіп жатыр да. Былайша айтқанда, бұл жерде Алла тағаланың адамның әу баста жаратылысында жүрегіне бір рухани күш, рухани махаббат салып қойғанда бұл жерге деген. Бұл біздің ислам дініндегі ең қасиетті мекен ғой, Мекке. Екінші қасиетті мекен бұл Мәдина қаласы, пайғамбарымыздың мешіті. Үшінші қасиетті мекен бұл Иерусалимдағы Ал-Ақса мешіті. Бұл да мұсылмандардың бір қасиет тұтқан жері да. Былайша айтқанда, ең қасиетті жерге келген кезде бұл жерде бір дүние бар. Елдегі бітпейтін қиындықтар, елдегі бітпейтін қарыздар, елде бітпейтін ауыртпашылық, дерттер барлығы осы жерге келіп дұғамен шешіліп кетеді. Оны да көріп жатырмыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Ал-худжажу ал-умару вафдулла" дейді. Қажылыққа келуші, умраға келуші адамдар жай адамдар емес, олар Алланың қонақтары дейді. "Индауху ажабахум" дейді. Егер де олар дұға қылса, дұғаларына Алла тағала бірден жауап береді дейді. Бірден қабыл етеді дейді. Ол дұғаны қандай дұға жасайды? Міндетті түрде ол елден қиналып келген әртүрлі қиындықтарын көтеріп келді. Соны Аллаға шағып сұрайды да: "Я Раббым, Алла, соларыма жәрдем бер" деп. Ол үйіне қайтып барған кезде Алла тағала оның мәселесін шешіп қояды да. "Ва инистағфаруху ғафара лахум" дейді. Және де тағы да бір нәрсе дейді. Ана жақтан ол жай келген жоқ қой. Таудай күнәларын арқалап келген ана жаққа. Күнәларына кешірім сұрап кететін әже дейді. Бірден кешіреміз дейді ғой. Осы жерге келіп бірден кешіре саламыз күнәсін дейді. Былайша айтқанда, Мекке, Мәдина қаласының адамның баласына беретін нығметі өте көп та.